Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге саумалдың пайдалы қасиеттері жөнінде айтатын боламын. Саумал жаңа сауылған бие сүті. Одан қымыз ашытылады. Функционалды және терапиялық қасиеттерге ие табиғи өнім. Оның негізгі құндылықтарының бірі құрамының ана сүтіне жақындығында. Саумалдың кереметтей қасиеттерін білу үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Ақпарат пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Саумал ғасырлар бойы түрлі көшпелі халықтар тағамы болған. Ежелгі грек тарихшысы Геродот өз жазбаларында сақтар бие сүтін пайдаланғаны туралы жеткізген. Бүгінде саумалды қазақтар, моңғолдар, қырғыздар, тәжіктер, башқұрлар, якуттар, татарлар, қалмақтар және тағы басқа халықтар пайдаланады. Қазақ халық және нәрестеге тағам ретінде қолданылып келген. Саумалдың басқа сүт және сүт өнімдеріне қарағанда тағамдық құндылығы жоғары болып саналады. Оның құрамындағы 40-қа жуық биологиялық активті заттары, витаминдер, минералдар, май қышқылдары, амин қышқылдар, ферменттер, микроорганизмдер байланысты. Саумалды сиыр сүтіне қарағанда казеин мөлшері өте төмен, ал керісінше сарысу белоктары, альбуминдер мөлшері жоғары, яғни ана сүті секілді альбуминді сүтке жатады. Сондықтан казеинге сезімталдық пен сиыр сүтіне аллергиясы бар балаларға, пациенттерге жақсы алмастырушы бола алады. Сүтті сауғанда қалай ыдысқа сауса шипалық қасиетін тез жояды. Саумалды құш ыдысқа сауады. Тағы бір ескертетін жайт, саумалды бір ыдыстан келесі ыдысқа құйып мазалай беруге болмайды. Саумалдың шипалы болуына, қымыздың емдік қасиетіне жылқының жайылымы, жеген шөбі, ішкен суы мен ауасының да әсері бар. Саумалдың кереметте химиялық құрамына тоқтала кететін болсақ, барлық алмастырылатын және алмастырылмайтын аргинин, валин, гистидин, изолицин, лицин, лизин, метионин, трианин, триптофан, фенилаланин, амин қышқылдары, аланин, аспарагин, аспартат, глицин, глутамин, глутамат, пролин, серин, тиреозин, цистин, серотонин, глутамин, иммуноглобулиндер, май қышқылдары сиыр сүтіне қарағанда триглицерид мөлшері аз, ал фосфолипидтер мен полиқанықпаған май қышқылдары көп болады. Линолен, линоль, капрон, каприн, октан, лаурин, тетрадекан, пентадекан, гептадекан, алейн, эйкозатрин, омега-3, омега-6 қышқылдары, витаминдер А, Е, Д, С, В2, В1, В3, В5, В6, В7, В9, В12, ПП витаминдеріне бай. Саумал құрамындағы С дәрумені мөлшері сиыр сүтіне қарағанда 7 есе жоғары. Минералдар натрий, калий, кальций, темір, магний, кобальт, мыс, цинк, йод, хром, литий, молибден. Ферменттер амилаза, каталаза, липаза, пероксидаза, фосфатаза, малат және лактат дегидрогеназа. Антивирустық, антибактериалды, антимикотикалық қасиеттер құрамындағы лизоцим, лактиферин, иммуноглобулиндерге де байланысты. Иммунитетті жақсартуда құрамындағы иммуноглобулиндер май қышқылдары қатысады. Сонымен қатар саумал антиоксиданттық глутатион мен сод мөлшерін ұлғайтады. Гепатопротекторлық, холестеринді төмендетуші, антионкогенді әсерлері де бар. Емдік қасиеттеріне тоқтала кететін болсақ, саумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді. Обыр клеткаларына тосқауыл болып, буын ауруларына пайдасы тиеді. Ол ағзаға сіңірілуі кезінде ас қорыту үрдісіне қатысатын ағзаларға, яғни асқазан, ұйқы безі, бауыр, ішек үлкен жүктеме жасамайды. Сондықтан дененің қалыпқа келу үрдісі жылдамдатады. Саумал метаболизмді қалыпқа келтіруге, суық тию мен тұмаудың алдын алуға және қатерлі ісік ауруын емдеу үшін қолданылады.
Сондай-ақ саумал көмегімен иммундық жүйенің қызметін жақсартуға және асқазан ойық жарасын емдеуге қолданылады. Тері ауруларында экзема, нейродерматит, псориаз, атопиялық дерматит кезінде көмекші. Асқазан ішек жолдары ауруларында созылмалы гастрит, гастроэнтерит, панкреатит, ішек аурулары, крон ауруы, жаралы колит, дисбиоз, сибір, хеликобактер пилори, іш қату, диарея, метеоризм кезінде қолданылады. Гепатобилиарлы жүйенің ақауларында холестаз, холецистит, өт қабы, оди сфинктері дисфункциялары, вирустық гепатит, бауырды май басу, яғни гепатоз, билиарлы холангит, бауыр циррозы, гепатоцеллюлярлы карциномада көмекші. Жүйке жүйесі ауруларында гипоксия, депрессия, деменция, эпилепсия, рас, ДЦП, СДВГ ауруларында қолданылады. Қан тамыр жүйесі ауруларында атеросклероз, анемия, жоғары холестерин, метаболикалық синдром, инсулин резистенттілікте қолданылады. Тыныс алу жолдары ауруларында созылмалы аурулар, бронхит, астма, туберкулез, өкпе эмфиземасы, ОРВИ, тұмау, бактериалды аурулар, саңырауқұлаққа қарсы антибиотикотерапиядан кейін қосымша ретінде қолданылады. Қант диабетінде, онкологиялық ауруларда операциядан кейін қолданылады. Иммунитетті көтеруде иммуномодулятор ретінде қолданылады. Саумал сауып алғаннан кейін 1-2 сағат көлемінде ғана аталған пайдасын көрсете алады. Кейін жарықтың, температура, оттегінің әсерінен тотығып, құрамы өзгереді. Сол себепті сауылғаннан кейін бірден қабылдаған дұрыс. Бірақ та саумалды мұздату арқылы өмірін ұзартуға болады. Осылай еткенде табиғи өнім барлық биологиялық белсенді компоненттері мен дәрумендерді өз бойында сақтайды. Егер де саумалды бір аптадан кейін саумал ішкен адамның көңіл күйі көтеріліп, ұйқысы жақсарып, тәбеті ашыла бастайды. Саумалдың уақыты көктем, жаз айлары. Мамыр айы саумал айы деп есептеледі. Себебі мамыр мен маусым айларында құрамындағы витаминдері мен функционалды топтары жоғары мөлшерде болады. Құрамы ана сүтіне жақын болғандықтан балаларға қосымша беруге ұсынылады. Балаларға, жүкті әйелдерге, ересектерге, қарттарға, спортшыларға функционалды тағам ретінде қолдануға болады. Қарсы көрсетілімдері индивидуалды сезімталдық, лактаза тапшылығы, аллергия не казеинге сезімталдық болса, саумал тыйым салынбайды. Тек ішіп көріп қана жағатынын не жақпайтынын біле аласыз. Емдік мақсатта 1 айдан 3 айға дейін ішуге болады. Профилактикалық мақсатта 10 күннен 1 айға дейін. Жылына 2-3 рет қолданса болады. Қабылдау мөлшері күніне 2-4 ретке дейін. Тамақтан 20-30 минут пайдаланған дұрыс. Алғашында 100 мл-ден бастап 250-500 мл-ге дейін жеткізеді. Ал балаларға 20-50 мл-ден бастайды. Жас ерекшелігіне қарай 100-200 мл-ге дейін жеткізеді. Саумалдың осындай керемет қасиеттерінен кейін саумалды жылына 1 рет өз рационыңызға қосыңыз. Деніңіз сау болсын.